Assalamualaikum. Привет. Кому как? Жазаларыңызға керемetsіздер ма, жақсыздар ма? Бүгін кейбір ойындар, или простой ойындар, или біздің кішкентай кезіміздегі ойындар деп атасақ та болады. Қазір біз кішкентай кезімізде тетрис, машина жарыстарды ойнап өстік. Футбол дегендей соткада ұйфалармен бір керемет дәуірлер өтті ғой негізінде. Қазіргі таңда FIFA, PlayStation ойнап ол сол керемет. Одан басқа кейбір ойындар бар. Кейбір ойындар бар. Баланың психологиясына да, түнгі ұйқысына да, кейбір нәрселерде қорқуына да себепші болатын ойындар да бар. Оны ата-аналарымыз қарап, қадағалап, бір сондай ойындарды аздау ойнауға, одан да қазір керемет ойындар шыққан, математикалық баспен жұмыс істейтін, бір кругозорный керемет өстіртетін ойындар бар. Сондай ойындарды ойнауға, қадағалауға, көруге болады. Неге десеңіздер, қазір кейбір ойындар атыс шабыстан басқа оның кейбір іс-әрекеттеріне, мінез-құлықтарына өзгертіреді. Солардан бір қарайлап көріп, қандай ойын ойнап жатыр, сол жақтан бір бақыласа болады. Или жастардың өзі, мен қандай ойын ойнап жатырмын, маған болашақта пайдасы бар ма, жоқ па, соны көрсе керемет болатын еді. Одан да шахмат ойнап, или футбол ойнағандан абзал керемет нәтиже жоқ шығар деп ойлаймын. Қазір неше түрлі жақсы дүниелер шыққан, ғаламторда жаман дүние емес, жақсы дүниелерді көріп, жақсы дүниелерді ойнағаны дұрысырақ болады. Основной 5 жастан бір 12-13 жасқа дейін бір ұстап тұрып, бір жақсы дүниелер, жақсы видеолар, бір жақсы ойындар ойнатуға біз себепші, үлкендер біз себепші болуымыз керек. Неге екен? Ол жастар ол кезде өмірдің разницаларына, фарқтарына бара бермейді. Сол себептен соны бақылап, соны көре тұру керек болып тұр. Қазіргі таңда небір дүниелер шығып кеткен кезде ол ойындардың бәрі пайдасы тие ма, тимей ма, оны да қарастыру керек. Неге екен? Қазір сетевой ойындар көбейіп кетті. Ол сетевой ойындарды мегабайт ақшасына бөлініп, ол кейбір кездері элексир алам деп, кейбір жазылады, олар балдар жұмыс істеп ақша табады, или ата-анасынан сұрайды, или ата-анасын қинайды. Одан гөрі шахмат ойнап, өзім математический жағынан көрсетіп, ғылым білімге ой сүліп, оның ішінде жаңағы жас балаларды каналдар бар үйрететін. Соларды көруге, или бір жаңа дүние үйренуге талпынса, ол керемет болады. Ол кейбір ойындарды ойнағаннан көрі ойын екі дүниеден тұрады. Кейбірлері миыңызға жақсы жұмыс істеуге кесірінде пайдасы негізде, кейбірлері оның ойынына, психологиясына кесір тигізетін ойындар бар. Үшінші ойын бар. Ол қандай ойындар? Ол адамдың басты нәрселерін ұмытқып жіберетін нәрселерді көрсететін ойындар бар. Сол себептен сондай ойындардан ажырата біліп, қандай ойын ойнау керек дұрыс екен көріп, біліп, сұрап керек. Жастар, үлкендерге айтатыным, інілеріңізді, қарындастарыңызды қандай ойын ойнап жатқанын бақылап, содан бір нәтиже шығарып, айтып, сөйлесіп, бір жақсы ойын ойнауға бір септіктеріңізді тигізіңіздер. Неге екен? Олар
Қазіргі таңда біздің поддержкамызға, біздің ақыл кеңесімізге зәру. Біз сол кезде дәл кезінде беріп көмектесіп қалайық. Біз олардың жақсы өмір сүруіне, жақсы ойлауларына, жақсы нәсілін көруіне себепші болып қалайық. Рахмет. Сау болыңыздар, аман болыңыздар. Көріскенше жақсылықтарда көрісейік. Сау, аман болыңыз. Лайк, подписка қаласаңыз бәрін істеңіз. Істемесеңіз өзіңіз білесіз. Рахмет, назар аударғаныңызға. Көшеде қар жауса да жүректеріңізден қар жаумай, жүректеріңізден жылы ниет шықсын. Рахмет.